Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жиені Айсұлтан көп құпияны білген екен. Кезінде ол Қазақстанда қаңтар оқиғасы болатынын және оны кім ұйымдастыратынын дәл айтқан еді. Егер ол тірі болғанда тағы да көптеген құпиялардың бетін ашар еді. Ол дүниеден өтер алдында ақш туралы болжам жасады. Және де оның болжамы 100% тура шықты. Осы ақштағы дүрбелеңнің лебі Қазақстанға келуі әбден мүмкін. Және де Қазақстанды қандай қауіп-қатер күтіп тұр? Бұл туралы Айсұлтан не деп еді? Айсұлтан Назарбаев 2020 жылы 30 жасында дүниеден өтті. Біз бірер жыл бұрын оның Қазақстанға қатысты жасаған болжамдары дәл шыққаны туралы видео шығарған болатынбыз. Соны қайтадан қарап көрсеңіз болады. Біз бұл жолы оның әлемдік саясатқа қатысты болжамдарын ұсынамыз. Айсұлтан өлер алдында Фейсбукте көп пост жазды. Айсұлтан мына бір постында Трамп екінші мәрте ақштың президенті болатынын болжаған. Сіздер ақшта болған барлық оқиғалардан кейін таң қалатын боласыздар. Трамп екінші рет қайта сайланады және ақшта демократия жоқ екеніне көз жеткізесіздер. Онда барлығы ақшамен шешіледі. Олар тек демократия елесін жасайды және оны бүкіл әлемге тануға тырысады. Ол тарихтағы ақштың соңғы президенті болады. 2024 жылы антихрист ақшты жаулап алады. Ұлы державаның құлауымен барлығы күйрей бастайды делінген жазбада. Сол кезде бұған ешкім сенбеді. Себебі ақш тарихында 2 рет президент болғандар өте аз. Және де Трамптың жасы 80-ге тақап қалған еді. Қазір 80 жастағы саясаткерлердің билікке келуі өте аз. Керісінше, Назарбаев 80 жасында зейнетке кеткен еді. Қаусаған Байден де қатты алжып, елге әбден келеке болды. Ел ішінде Трампты жақтырмайтындар өте көп. Тіпті оны сайлау кезінде атып өлтірмек болады. Трамп ғажайып күштің арқасында тірі қалады. Бірақ бұны көпшілік спектакль деп айыптады. Трамп басқа елдің президенттерін итеріп жіберіп, амандасқанда қолын өзіне қарай күшпен тартып, әлімжеттік танытты. Басқа президенттердің барлығы Трамппен амандасудан қорқатын болды. Путиннің қолын тартып қалған Трампты көрген Назарбаев, онымен қол алысқанда қатты қобалжып, бар күшін бойына жинап тұрды. Енді міне, 2025 жылы Трамп қайтадан президент болған соң, оның ақ дегені алғыс, қара дегені қарғысқа айналды. Ол таққа отыра сала, Данияның құрамындағы Гренландияны тартып алатынын мәлімдеді. Канаданы да ақштың 51-ші штаты ретінде көргісі келетінін хабарлады. Ол осылайша ақштың территориясын ұлғайтуды көздеп отыр. Оның бұл қылығы Путинге ұқсайды. Путин де өз жерін кеңейткісі келіп көршілеріне соғыс ашып жатыр. Трамптың ең үлкен жетістігінің бірі не еркек емес, не әйел емес дүбәра көгілдірлердің көзін құрту болды. Сөйтсек, ақш осы уақытқа дейін әлемдегі көгілдірлердің құқығын қорғау үшін $1 миллион ақша жұмсап келген екен. Трамп осы ақшаның бәрін тиіп тастады. Енді болашақта көгілдірлерді насихаттайтын фильмдер, митингтер тоқтап, амилайлар құритын болады. Әйтпесе соңғы жылдары шынымен де Қазақстанда көгілдір еркектер мен бір түрлі қатындар қаптап кеткен еді. ақштың бұрынғы президенттері Ресейге қарсы болса, Трамп ылғи Ресейді қолдап жүреді. Ол жақында Зеленскийді Путинге жығып берді. Сонда Қазақстанның бұрынғы КГБ басшысы Әлнұр Мұсаев Трамп кезінде Совет одағының тыңшысы болған деп айды аспанға бірақ шығарды. 1987 жылы Мәскеуде КСРО КГБ-сының 6-шы басқармасында қызмет еттім. 6-шы басқарма жұмысының ең маңызды бағыты капиталистік елдерден кәсіпкерлерді тарту болды. Дәл сол жылы біздің дирекция ақштан келген 40 жастағы кәсіпкер Дональд Трампты Краснов деген бүркеншік атпен жұмысқа қабылдады, деді Мұсаев. Содан бері Трамп Совет одағының мүддесі үшін жұмыс істепті. Әрине, бұл деректің рас өтірігі белгісіз. Көпшілік бұны жалған деп жатыр. Себебі ақшта ақымақ емес. Бұрын тыңшы болған адамды ешқашан президенттік сайлауға жібермей. Осы жерде Айсұлтанның болжамы шындыққа айналғандай көрінеді. Ол ақшта бәрін ақша шешетінін мәлімдеген еді. Расында да көпес Трамп сайлау кезде ол Илон Маскты сатып алып, егер президент қылуға көмектесе, шенеунік қылып тағайындаймын деген еді. Және де ол жақында Йеменге қарсы әскери қимыл бастады. Осы уақытқа дейін әлемде демократия орнатамыз деп жүрген ақштың шынайы бет бейнесі белгілі болды. ақш өз мүддесі үшін мұнай, газы көп мемлекеттерге соғыс ашып, немесе соғысқа араласып, өзінің үлесін алып қалуға тырысуда.
Қатты қиналып жатқан Украинаға жеріңнің астындағы қазба байлықтарының бәрін бер деп қатаң талап қоюда. Осылайша ол Зеленскийді екі оттың арасында қалдырды. Егер Украина Трамптың талабына келсе, олар ақш-қа мәңгі құл болуы мүмкін. Соғыста Украина масқара болып жеңілсе, келесі кезекте Балтық елдері немесе Орталық Азия болуы мүмкін. Себебі Трамптың Орталық Азияға деген көзқарасы түзу емес. Ол біздің елдерді қазбалы байлықтың кені деп есептейді. Мысалы, ақш кезінде мұнайы көп Сирия, Ливия, Ирак секілді елдерді тас-талқан еткен еді. Егер де бізге көршіміз Қытай, Ресей, Түркия араша түспесе, ақш Қазақстанды бір аптада толықтай басып алуы әбден мүмкін. Өйткені біздің әскер өте әлсіз. Танк, ұшақ секілді техникаларымыз ескі құсқы. Дрон секілді заманауи құрылғылар жоқтың қасы. Сондықтан да кезінде Қазақстанның тұңғыш президенті ақш президенттерімен жиі кездесіп, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жұмыс істеді. ақш бізге санкция салып тиіспес үшін Назарбаев ядролық қарудан да бас тартты. Қазақстанның бүкіл мұнайының тек 15%-ын ғана халыққа тиесілі етіп, қалған 85%-ды ақш, Еуропа, Ресей елдеріне берді. Соның өзінде Қазақстанның жағдайы көптеген елдерге қарағанда жақсы. Осыдан-ақ біздің елде мұнайдың өте көп екенін байқауға болады. Әрине, біздің мұндай тиімсіз келісімге қол қоюымызға себеп болған нәрсе қаржылық мүмкіндіктің болмауы еді. 90-шы жылдары Маңғыстау жақтың жерасты мұнайын игеретін көк тиын ақшамыз болмады. ақш теңіз кенішін игеру үшін бірнеше миллиард долларға зауыттар салып, техниканың тілін білетін мыңдаған мамандар әкелді. Және де Қазақстан ол кезде өте әлсіз ел еді. Біреуге қарсылық көрсете алатындай шыбын құрлы шамамыз болмады. Бірақ ақшқа тек Қазақстан емес, басқа да мұнайлы мемлекеттер жем болып отыр. Африкадағы Нигерия, Оңтүстік Америкадағы Венесуэлада батыс елдеріне таланып отыр. Мұнда мұнай өте көп өндірілгенімен, халқы Қазақстаннан да кедей тұрады. Осыларды ескере отырып, ақш демократия орнатады дегенге сенуге болмайды. Айсұлтанның айтуынша, Трамп ақштың соңғы президент екен. Соның кезінде ақш күйрейді. Дегенмен бұған сену қиын сияқты. Біздің ақш күйремесе де, оның құрамынан Калифорния, Техас сияқты 1-2 штат бөлініп шығуы мүмкін. Қазірдің өзінде Калифорния штаты Трампқа бағынғысы келмей қипақ салып жатыр. Бұл штатта Google, Microsoft сияқты алпауыт компаниялар орналасқан. Егер Калифорния ақштан бөлінсе, бұл өте үлкен соққы болып тиеді. Трамп Гренландияны аннексиялап аламыз дегелі бері, Дания билігі де Калифорнияны басып аламыз деп әзілдеп хабар таратып жатыр. Бұл Америка халқының қитығына тиіп жатыр. Жақында Франция елі ақштан кезінде өздері орнатқан тәуелсіздік статуясын қайтарып беруді сұрады. Яғни қазір ақш пен Еуропаның арасы нашарлап жатыр. Ал бұрын олар арасынан мысық өтпейтін дос еді. Осының бәріне Трамп кінәлі. Қазір болып жатқан жағдайларға қарап, Айсұлтанның айтқаны шындық па деп ой қорытуға да болады. ақш пен Еуропаның арасы суып кеткеніне ең бірінші Ресей қуанып отыр. Бұрын ақш пен Еуропа қосылып, Украинаға көмектескен еді. Егер олар тағы 2-3 жыл көмектескенде, Ресейдің экономикасы құлап, орнынан тұра алмай қалатын еді. Ресейдің құрамындағы автономиялы республикалар тәуелсіздіктерін жариялап, Ресей ыдырап кетуі әбден мүмкін еді. Егер Ресей құласа, оның орнын Қытай басар еді. ақш Қытайдан қатты қорқады. Сол себепті ол Ресейді құлатпай отыр. Кезінде екінші дүниежүзілік соғыста ақш Совет одағына әскери қару-жарақ беріп көмектесті. 1930 жылдары ақш ашаршылық болып жатқан Совет одағына азық-түлік жіберіп қол ұшын созған екен. 90 жылдары да ақш Ресейге аяқтан тұрып кетуге жәрдемдескен. Қазірде де Ресейді қатты қысып жатқан жоқ. Егер өйтпесе, Қытай табиғи ресурсы көп Сібірді өзіне қаратып күшейіп кетеді. Қытай қазірдің өзінде бүкіл әлемді өзінің техникаларымен жаулап алды. Әлемнің түкпір-түкпірінде Чайнатаун деген Қытай қауымдастықтары бар. Қытай қысқа уақытта қала сала алатын құдіретке ие. Мысалы, қазақтар еліртіні 10 жыл салса, қытайлар оны 3 айда салып біте алады. Осыдан-ақ олардың жылдамдығын аңғара аламыз. Кезінде Дариға Назарбаева да халыққа Қытай тілін үйреніңдер, болашақта керек болады деп ескерткен еді. Назарбаев та былай деген еді. Қазір Қытай Америкадан кейінгі екінші орындағы өте мықты, өркендеп өсіп келе жатқан ел.
технология мен техникасын бірге алып келе жатыр. Ақпараттық технология, жасанды интеллект, компьютерлік технологиялар барлық жағынан Қытай осып кетпесе, бірдей келе жатыр. Сондықтан біз қолдан келгенше Си Цзиньпин мырзаның бір белдеу, бір жолын қолдап отырмыз. Соның арқасында барлық инфрақұрылымды жасап жатырмыз. 60-қа жуық жаңа өндіріс орындарын Қазақстанда салуды айттым. Содан кейін біздің жастарымыздың Қытайда оқу мәселесі. Қарым-қатынас болғандықтан, ағылшын тілінен кейін жастарға Қытай тілін білу керек. Ашығынан, шынымен айтқанда ешқандай қауіп жоқ деп санаймын. Керісінше жұмысымызды көбейтуіміз керек. Қытаймен қарым-қатынасты нығайтамыз, көршілік жағдайымызды түзей береміз. Яғни Ресей құласа, Орталық Азияны Қытай өз бақылауына алады. ақш бізге ештеңе істей алмай қалады. Ал қазір Орталық Азияға Ресей қорған болып отыр. Егер Ресей болмағанда Орталық Азияны батыс елдері бомбалайтын еді. Бірақ өкінішке қарай, біздің бүкіл пайдалы қазбамызды Ресей, Қытай елдері пайдаланып отыр. Дәл қазіргі сәтте Қазақстан көп нәрседен ұтылып жатыр. Айсұлтан Назарбаев тағы бір болжамында Балқаш пен Қарағанды қалалары өліп жатқанын айтып еді. Расында да Балқаш жақтың жағдайы өте аянышты. Мұнда дүниеге келген жастар тезірек бұл қаладан кетіп қалуға асығады. Қарағанды облысының да халқы Астана мен Алматыға жаппай көшіп кеткісі келеді. Мұнда экология өте нашар. Зауыттан басқа жұмыс орындары жоқ. Қысқаша айтқанда болашақ жоқ. Қазақстанда тек Астана, Алматы, Шымкент қалаларында ғана болашақ бар. Қалған қалалардың жағдайы мәз емес. Болашақта Қазақстанның барлық өңірінде халық саны артып, жаңа жұмыс орындары ашылып, бай тұратын күн алыс емес деп сенгіміз келеді. Ал Айсұлтанның жатқан жері жайлы, жаны жәннатта болсын деп дұға етеміз.